Армысыз құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айым Ғалымқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Энергетика министрі аймақтағы энергетикалық нысандарының жылыту маусымына дайындығын тексерді. Бұл жайлы толығырақ бірер сәттен соң. Қарағанды облысында 31 қаржылық пирамиданың қызметі тоқтатылды. Биылдың өзінде экономикалық тергеп тексеру департаменті 8 жаңа қаржы пирамидасын анықтапты. Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы аясында орталық саябақтағы 3 көл қалпына келтірілді. Тазалық жұмыстары жайлы сәлден соң. Энергетика министрі аймақтағы жұмыс сапар аясында өңірдің негізгі энергетикалық нысандарының жылыту маусымына дайындық деңгейін тексерді. Үкіметтің тапсырмасына сәйкес алдағы қысқы маусымға дайындық енді тек қағаз жүзінде есептермен шектелмей, нысандарға тікелей барып, нақты жұмыстардың барысын көзбен көру арқылы бағаланады. Министр Тапар мемлекеттік аудандық электр станциясындағы турбо агрегатты ауыстыру жұмыстарының соңғы кезеңімен танысты. Жаңа жабдықты іске қосу биылғы жылдың тамыз айына жоспарланған. Сондай станция аумағында жаңа күл-қош сақтау алаңының құрылысы қарқын алған. Ал жоғарыда аталған кентте станция қызметкерлеріне арналған жаңа тұрғын үйлер салу көзделіп отыр. Қарағанда ГРЭС 1 ТЭЦ-2 қармет комбинатын қарадық. Осы көп жылдары күткен 7-ші қазандықты ТЭЦ-2-де осы жылы тапсырылады. Менің ойымша, әрине осындай күрделі жұмыстарды жүргізгеннен кейін жылыту маусым жақсы өтеді деп ойлаймын. Қазір осы уақытта біз Саран қаласындағы қазандықты қарап жатырмыз. 50 мың адам осы Саран қаласындағы тұрақты тұрғындардың жылыту маусымы дұрыс өтеді деп ойлаймыз. Үкімет жағынан өте көп қаражат бөлінеді. Тек қана жылыту трассаларға биыл 10 миллиард теңге ақша бөлінді. Және бүкіл осы ақша қазір дұрыстап жылыту маусымы алдында пайдаланса, жылыту маусымы дұрыстап өтеді деп мен ойлаймын. Сапар барысында қаржыландыру мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Атап айтқанда Тапар ГРЭСін жөндеу және жаңғырту мақсатында 2025-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама аясында 34,6 миллиард теңге қарастырылған. Сонымен қатар облыстың жылу желілерін жаңғыртуға биыл 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Министр Теміртау қаласының жай-күйімен танысып, отандық өнімді қолданысқа көбірек енгізу керектігін айтты. И я попрошу акимат при составлении сметной документации и проектной документации закладывать туда именно казахстанскую продукцию. И не допускать использования другой продукции. Если существует аналог, который используется и производится у нас в Казахстане, брать только казахстанское производство. Это вот нужно прямо в документах, везде, во всех системных документах нужно прописать. Негізгі инвестициялық жобалардың қатарында Жезқазған қаласындағы қуаты 75 мегаватт болатын Бугаз қондырғысының құрылысы да аталды. Бұл өңірдегі электр қуаты тапшылығын азайтуға мүмкіндік береді. Энергетика министрлігі елдегі энергетикалық нысандардың қысқы кезеңге дайындығын көшпелі мониторингтен өткізуді жалғастыруда. Барлық негізгі жөндеу науқандары кестеге сәйкес жүргізілуде және үкіметтің ерекше бақылауында. Еліміздің барлық аймақтарында ауыл шаруашылығы санағы басталды. Қарағанды облысында санақ 1050 ауыл шаруашылығын және шамамен 9000 шаруа және фермер қожалығын қамтиды деп күтіліп отыр. Мамандардың айтуынша бұл шараның мақсаты аграрлық секторды толық түгендеу және деректерді жаңарту.
Санақтың онлайн кезеңі 1 тамызда басталып 31 тамызға дейін жалғасады. Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдары мен жеке қосалқы шаруашылық иелері sanaq.gov.kz сайтына тіркеліп, анкетаны өз бетінше толтыра алады. Авторизация ЭЦК, SMS-код немесе егов мобайл қосымшасындағы QR-код арқылы жүргізіледі. Пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін сайтта бейненұсқаулықтар, кеңестер және тәулік бойы жұмыс істейтін Санақ мырза чат-боты қолжетімді. Бұл 10 жылда бір рет өткізілетін ұлттық қана емес, сонымен қатар халықаралық маңызы бар мемлекеттік шара. Санақ біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы жүзеге асырып отырған 10-шы дүниежүзілік ауыл шаруашылығы санақтары бағдарламасы аясында халықаралық стандарттарға сәйкес өткізіліп жатыр. Биылғы жылы осындай санақ Қырғызстан, Әзербайжан, Өзбекстан және бір қатар басқа елдерде жүргізіледі. Атап айтқанда, бұл санақ тек қана деректер жинау үшін емес, ол еліміздегі ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайын, оның қалай дамып келе жатқанын, ондағы халықтың тұрмыс деңгейін қай дәрежеде екенін анықтауға мүмкіндік беретін ауқымды шара. Сайтта ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге және бау-бақша немесе малы бар шаруашылық иелеріне 2 бөлек сауалнамалар ұсынылады. Анкета сұрақтары жер, техника, мал басы, еңбек жағдайлары және өнім өткізу мәселелерін қамтиды. Интернетке қолжетімділігі жоқ азаматтар үшін облыста 183 өзіне өзі қызмет көрсету аймағы ұйымдастырылған. Жиналған барлық ақпарат қатаң құпия болып саналады және тек статистикалық мақсаттарда қолданылады, дейді мамандар. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының басшылары немесе жеке кәсіпкер не болмаса шаруа қожалығы ретінде тіркелгендер және бау-бақшасы бар немесе мал ұстайтын үй шаруашылығының иесі болса, сауалнаманың 2 түрінде толтыру қажет. Санақтың екінші кезеңі 20 қыркүйектен басталып оффлайн форматта өтеді. Мамандар шаруашылықтарға барып сауалнама жүргізіледі. Сауалнамашы болып жұмысқа орналасқысы келетіндер статистика департаментіне немесе оның аудандық бөлімшелеріне хабарласа алады. Ақгүл Сұлтанқызы, Айнар Дәуренұлы, 1 Қарағанды телеарнасы. Шақарымызда бізбен бірге бол интеграциялық орталығының ашылуына арналған іс-шара өтті. Жоба Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында жүзеге асырылған. Орталық әлеуметтік осал топтарға қолдау көрсетіп, оларды қоғамға бейімдеуге бағытталған. Іс-шара барысында орталықтың мақсаттары мен жұмыс бағыттары таныстырылып, осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстар көрсетілді. Негізгі назар әлеуметтік осал топтарды қоғамға және еңбек нарығына бейімдеуге арналған қолдау шараларына аударылды. Орталық мамандармен қажетті құралдармен толық қамтылған. Айта кетсек, мұндай интеграциялық орталық жалпы облысымызда алғаш рет пилоттық жоба ретінде ашылып отыр. Бүгінгі күнде жалпы 15-20 адамның арасында қазір нақты келеді. Және қосымша 10 шақты адам бізде кейбір кезде келеді, кейбір кезде келмейтіндер болады. Нақша бізде нақты топтар ашылады. Сол топтар бойынша бізде мамандар көмек береді, сабақтарын береді. Іс-шара барысында қонақтар орталықтың болашақ жобаларымен, оның қандай бейімде жұмыс істейтінмен кеңінен танысты. Бұл облысымызда менталды және физикалық ауытқулары бар жандарға қолдау көрсетіп қана қоймай, тұрғындардың әлеуетін жақсартуға көмектеседі, дейді мамандар. Орталық жалпы 16 жастан жоғары тұрғындарды қабылдайды. Бүгіннің өзінде мекемеде бариста, ас үй шаруашылығы, қолөнер, би және тағы да басқа бағыттағы бейімдеу үйірмелері бар. Интеграция орталығы біздің облыста емес, бізде региондан қарағанда Қазақстан бойынша біріншінің біреуі ғой, осылай қарасам. Мен Қазақстан бойынша қай жерде ашылғанын әлі білмеймін, бірақ облыста ол бірінші. Алла жазса, бізде енді пилоттық проект болып тұр ғой енді. Пилоттық проект болғандықтан бізде қадамдар кішкене үйреніп отырмыз да. Мамандар бізде көбісі осындай балалармен жұмыс жасаған білетін адамдар. Сондықтан оларды подход біледі, қалай жасайтынды. Кейбір балалар келген кезде біздің мамандарды көрген кезде қуанып құшақтайды да, біледі де, танитынды белгілі де. Сол жағы жақсы, қарым-қатынас тез табылады да сол кезде.
Интеграциялық орталықтың ашылуы әлеуметтік белсенділікті арттыруға, жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін кеңейтуге және көмекке мұқтаж жандарға психологиялық әрі құқықтық қолдау көрсетуге бағытталған маңызды қадам. Орталық қоғам өміріне белсене араласуға ұмтылатын азаматтарға ашық дейді мекеме өкілдері. Ақгүл Сұлтанқызы, Айнар Дәуренұлы, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты алдын ала ескертусіз Астана өңірлік қолбасшылығының Қарағанды гарнизонындағы 31775 әскери бөліміне келді. Дәурен Қосанов жұмыс сапары барысында қызметтің ұйымдастырылуын, казармалар мен санитарлық аймақтардың жай-күйін, сондай-ақ тамақтану сапасын тексерді. Мерзімді қызмет сарбаздарын қамтамасыз етуге ерекше назар аударылды. Әскери қызметшілермен тілдескен министр олардың тұрмыстық жағдайларына, жақындарымен байланысу мүмкіндігіне және бөлімшелердегі моральдық ахуалға қызығушылық танытты. Оған қоса түскі ас кезінде дайындалған тағамдардың әр алуандығы мен сапасын жеке бағалады. Қаяқтың боласың? Орал. Сен қаяқтың? Шымкент. Сам пошел? Ладно. Молодец. Как зовут? Артур? Белый там? Карабах. Шымкентте 4 жыл служба еткен командир болған аэродромда. Сапар қорытындысы бойынша қолбасшылыққа күнделікті қызметті ұйымдастыруды жақсарту және тәртіпті нығайту туралы нақты нұсқаулар берілді. Қорғаныс министрінің айтуынша мұндай күтпеген тексерулер әскери қызмет стандарттарын арттыру мақсатында жалғасатын болады. Соңғы 4 жылда Қарағанды облысында 31 қаржылық пирамида әшкереленіп, олардың заңсыз қызметі тоқтатылды. Алаяқтық схемаларға еліміз бойынша 100 мыңнан астам адам тартылған. Оның ішінде 5 мыңнан астамы осы өңірдің тұрғындары. Тек биылғы жылдың өзінде облыстық экономикалық тергеп тексеру департаменті 8 жаңа қаржы пирамидасын анықтапты. Ведомство 4 жыл ішінде 40 қылмыстық істі тіркеген. Ресми мәліметке сүйенсек, азаматтарға келтірілген залалдың көлемі 2,1 миллиард теңгені құрап отыр. Қаржылық пирамида бұл ақшаны немесе өзге мүлікті не оған жеке немесе заңды тұлғалардың құқығын тартудан кірісті қабылданған мәліметтерді қамтамасыз ететін кәсіпкерлік қызметке тартылған қаражатты пайдаланбай тарту жөніндегі заңсыз қызметі осы активтерді қайта бөлу және басқа адамдардың жарналары есебінен бір қатысушылардың байуы жолымен жүзеге асыратын ұйым. Қазіргі таңда қаржылық пирамида қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Маманның мәліметінше республикалық деңгейде жұмыс істеген бір қаржылық схеманың өңір аумағында 4 бірдей кеңсесі болған көрінеді. Екеуі Қарағандыда, біреуі Теміртауда, біреуі Балқашта. Оның қызметі тоқтатылып, іс сотқа жолданды. Тергеу жұмыстарымен қатар департамент қаржы пирамидаларының алдын алу бағытында ақпараттық түсіндіру шараларында белсенді жүргізуде. Мамандар мектептер мен жоғары оқу орындарында дәрістер оқып, жергілікті атқарушы органдармен олардың құрылымдық бөлімшелерінде кездесулер өткізіп келеді. Сондай ұйымдардың қаржы пирамидасының белгілеріне ие екенін тексеруге мүмкіндік беретін Байқа пирамида атты телеграм-бот әзірленген. Алайда барлық ескерту мен түсіндіру жұмыстарына қарамастан тұрғындардың күмәнді жобаларға қызығушылығы бәсеңдемеген. Жалпы барлық қылмыстық істерді қосып алғанда Қарағанды облысында 5 мыңнан аса салымшылар анықталды бізде. 6 айы бойынша көбінесе қаржылық пирамидалар мен қатысты қылмыстық істер тіркелген, көбінесе басым. Бірақ онымен қатар тағы бюджет қаражаттарды жымқыру, алаяқтық фактілері бойынша және де көлеңкелі экономика саласында жасалған қылмыстық істер анықталды. Бірақ көбінесе қаржылық пирамида саласында. Қуат Ізбанов жарты жыл ішінде қаржы пирамидасының белгілері бар мыңнан астам интернет ресурс бұғатталғанын атап өтті. Сонымен қатар департамент қызметкерлері есірткі, заңсыз алкоголь өнімдері және өзге де тыйым салынған тауарларды жарнамалайтын сайттарға қолжетімділікті шектеу жұмыстарын қатар жүргізіп жатыр. Айым Ғалымқызы, Бірінші Қарағанды телеарнасы.
14-ші шағын ауданда республикалық таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында плогинг, яғни қоқысты спорттық тазалау іс-шарасы өтті. Бастама Қарағанды қаласы әкімдігі, жастар ресурстық орталығы және Жасыл ел экологиялық қозғалысының сарбаздарының қолдауымен жүзеге асты. Қатысушылар бір мезетте 50-ден астам қап қоқыс жинады. Көшелер айтарлықтай тазарды, ал өз еңбегінің нәтижесін көру белсенділерге ерекше қуаныш сыйлады. Ұйымдастырушылардың айтуынша плогинг жай ғана тазалық іс-шарасы емес. Бұл саналы өмір салтына, қоршаған ортаға және өзіміз өмір сүріп жатқан қалаға деген құрметке бағытталған қозғалыс. Экология тек табиғат емес, ол аулалар, кіреберіс, көшелеріміз бен балалар алаңдарына деген қарым-қатынас. Өзіңнен кейін жинау, қоқыс жәшігіне тастау үлкен өзгерістерге әкеледі дейді еріктілер. Жасыл ел сарбазы шаһар аулаларында тазалықтың үлгісін көрсетті. Жастар жасыл аймақтарды тұрмыстық қалдықтардан тазартып, тәртіп пен тазалықты өз күшімен де қамтамасыз етуге болатынын дәлелдеді. Жасыл ел жасағының 100 жауынгері Орбита 1 шағын ауданындағы 26-28 үйлер мен Кеншілер даңғылы 74 мекенжайындағы аулаларды тазалады. Акция аясында қаланың тазалығы әр тұрғынға байланысты екені дәлелденді. Егер тұрғындар өздері тәртіпке мән беріп, қоқыс тастамай үй маңындағы аумақты таза ұстаса, өмір сүру әлдеқайда жағымды болмақ дейді белсенділер. Қазіргі таңда біз тамыз айының ашылу салтанатын өткізудеміз. Осы айға біз 320-ға жуық сарбазымызды уақытша жұмысқа қамтитын боламыз. Және алдағы уақытта осы резервтегі тізімнен балаларды іске жұмылдыратын боламыз. Жасыл ел жасағы қала тұрғындарын тазалықты бағалауға, өз ауласын күтуге және ұмытпауға шақырады. Олардың айтуынша жайлы әрі көрікті қала қарапайым іс-әрекеттен бастау алады. Сондай-ақ Теміртауда Жасыл ел бағдарламасының 4-ші маусымының ашылуы өтті. Металлургтер астанасының жүздеген жастары жобаға қосылған. Жасыл елдегі басты құндылық ол әр жастардың экологиялық белсенді болуы және осы қаламыздағы әр жастар өз үлесін қосуды деп санаймын. Жалпы Жасыл ел бағдарламасы жастарды тазалыққа үйретіп қана қоймай, оларды еңбек ақымен қамтып отыр. Бұл жоба еліміздің табиғатын қорғау, көгалдандыру және жастарды еңбекке баулу мақсатында жүзеге асып келеді. Жыл сайын бұл жобаға мыңдаған жасөспірім мен студент қатысып, қалаларды, саябақты, өзен-көл жағалауларын тазалау мен абаттандыру жұмыстарына атсалысады. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында қалада табиғи аумақтарды қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Маңызды нысандардың бірі орталық саябақтағы көл. Мұнда 2 жылға созылған тазарту жұмыстары аяқталды. Осы уақыт ішінде көлден тонна лай мен қоқыс шығарылды. Жауаптылардың айтуынша жақын арада техниканың әсерінен лайланған су тынады, әрі су қайтадан мөлдір күйге енеді. Алайда бұл жұмыстың соңы емес. Ауқымды тазартудан кейін саябақтар басқармасы енді жүйелі түрде тазалықты сақтаумен айналысады. Тұрақты түрде механикалық және шаруашылық тазалау жұмыстары жүргізіледі. Бұған дейін көлге 90 мың балық жіберілген еді. Олар жаңа ортаға бейімделіп, артық су өсімдіктерін қоректену арқылы экологиялық тепе-теңдікті сақтауға көмектесіп жатыр. Қыс мезгілінде де суға оттегі қанығу үшін аэрация жүйесі орнатылады. Бұл балықтардың жайлы қыстауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар кіші көлде тазартылды. Келесі жылы бұл көл зообақтың қарамағына беріледі. Жазда мұнда су үстіндегі зообақ пайда болады. Аққулар, үйректер, пеликан мен дегелектер және басқа да су құстары мекендейді деп жоспарланып отыр. Ендігі кезекте саябақтың өзге бөлігінде орналасқан 3-ші көл. Бұл көл қыс мезгілінде тартылып қалады. Сондықтан дәл осы уақытта түбін механикалық тазалау жұмыстары басталмақ. Қамыстар шабылып, су өсімдіктері алынып тасталады. Оған қоса бұл жерде 12 метрлік биіктіктегі жарық динамикалық су бұрқақ болады. Сәндік балықтардың жіберілуде алға қойылған. Қыс мезгілінде көлде мұз айдыны ұйымдастырылады. 3 көлдің су деңгейін сақтау үшін олардың маңында бұрғылау ұңғымалары қазылады. Бұл жер асты сулары мен көлдерді толықтырып отыруға мүмкіндік береді. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. 1-ші Қарағанды телеарнасы қосылу болсын. Амандықта жүздескенше.